Al bismillah savaş masaya ona inşallah. Есімдердің рaf болу орындары. Есім 6 орында марфуқ болады. Олар фаил, наиб фаил, мубтада, хабар және исм кана ва ахавати, хабар инна ва ахавати. Кана ахаваттарды мына мысал есіктерді айтады. Асбаха, бата, ма бариха, сора, адха, амса, ғолла, лайса, ма қадиа, ма зала, ма дама. Иннаның ахаваттары анна, каанна, лаалла, лайта, лакинна, сол секілді. Жақсы, енді біздер құдай қаласа біз фиилдердің иробын біттік. Мәбни фиилдер мади мен әмір болды, фе'л мудори нун тәкидпен нун тәнис алған кезде болды. Ал му'раф фиилдер ол тек қана мудори болды. Өзгерген кезде үш түрлі өзгеретін болды: марфу, мансуб және мажзум. Олардың рафтың орындарын, жазымның орындарын, насыптың орындарын өттік. Дұрыс па? Енді есімдерге келдік. Есімдер бұлар марфуаттар болады, мансубаттар болады и мәжрулар болады. Яғни раф орындары, насып орындары, жар орындары. Соның ішінде бүгін иншалла бүгін біз не өтеміз? Марфуаттарды өтеміз. Марфуаттардың біріншісі әл-фаил. Біріншісі не ол? Фаил. Фаил темасын қозғаймыз иншалла. Одан алын сендерге мына марфуаттарды берген фаил, наиб фаил, мубтада, хабар, кананың есімі, иннаның хабары және төменде кананың ахаваттары деген нәрсе бар, иннаның ахаваттары деген нәрсе, оны жаттап алу керек. Яғни кана сияқты жұмыс істейтін нәрселер, фиилдер, инна сияқты жұмыс істейтін харфтар. Оларды біз жаттап алсақ, болашақта өзінің орны келген кезде ол жайында сөз қозғаймыз иншалла. Бүгінгі бірінші тақырыбымыз ол не? Фаил. Сабақ бастаудың алдын бір кішігірім нәрсе. Фаил деген нәрсе кез келген етістіктің істеушісі. Кез келген етістіктің істеушісі. Өмірде істеушісіз етістік болмайды. Кез келген етістіктің несі болады? Істеушісі болады. Міне сол істеушінің аты не дейміз? Фаил дейміз. Және ол әрдайым раф болу керек. Рафтың белгілері қандай еді бізде? Дамма екіліктерді әлиф, асмаул хомсада вау, жамму музаккар сәлимде вау, тағы не бар бізде? Неде? Алиф махсурмен жаңағыдай я мутакалим қосылған кезде, және де тағы неде? Алиф манқуста аддамма мұқаддара болады. Неде? Жақсы, бисмилlah кеттік. Фаил етістіктен кейін келіп, сол етістікті орындап жатқан кісіге немесе нәрсеге айтылатын есім. Ол кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Фаил деген тағы бір біліп керек болған нәрсе, ол етістіктен кейін келеді әрдайым. Етістіктен алдын шығып кетсе, ол фаил аталмайды. Фаил етістіктен кейін келу керек болады. Және сол етістіктің орындап жатқан нәрсе. Етістіктен кейін келеді, сол етістікті орындап жатқан нәрсе. Мейлі ол нәрсе адамда болуы мүмкін, жануарда болуы мүмкін, затта болуы мүмкін, айырмашылығы жоқ. Бастысы сол етістікті сол орындап жатқан болса болды. Кеттік әрі қарай. Мысалы, лаибал валаду. Бала ойнады. Даққати сағату. Сағат тақылдады. Міне бірінші мысалдағы валаду есімі лаиба етістігінен кейін келіп, сол етістікті орындап жатқандығын білдіріп тұр. Ал екінші мысалдағы даққати сағату етістігінен сағат есімі даққат етістігінен кейін келіп, сол етістікті орындап жатқандығын білдіріп тұр. Жақсы қараңдар. Бірінші сөйлем лаибал валаду. Бала ойнады. Лаиба деген не бізде? Фе'л мади. Мабниун аля фатха. Оны білеміз, иә? Әл-валаду бұл осы лаиба етістігін орындап жатқан нәрсе. Мынаны орындап жатқан есім. Жақсы ма? Екінші қара даққати. Даққат деген сукун бар, даққат. Фе'л мади мабниун аля сукун. Мынау т муаннастың нуны. Кәтабат, дорабат дегендегі сияқты. Даққа деген соқты. Соғып жатқан нәрсе не? Сағат. Сағат не мынау етістіктің орындаушысы. Яғни лаибал валаду не болады сонда бізде? Фаил болады. Әл-валаду және әс-саату не болады? Фаил болады. Яғни етістіктің несі? Орындаушысы. Оқи бір ажыр қарай. Фаил музаккар муаннас жекеше екілі көпше және исм зохир домирда болып келеді. Жақсы, осы жерде бір тоқтайық. Дәл осы сөйлемге кіруден алдым. Мына бір кішкене иробын жазып кетуіміз керек сразу. Мен бұны таныстырғанда не деймін? Фаилун. Сосын не? Марфуун. Ва аламату раф'ихи. Не мына жерде? Ад-даммату. Мына жерде не болып тұр? Al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma.
الساعة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Түсінікті ғой? Кеттік ар жаққа. Одан кейін фаил жекеше, екілі, көпше, музаккар, муаннасы болады дейді. Мысалдарын оқы. جاء المعلم. ذهبت المعلمة. قامت تلميذان. قعدت لعب التلاميذات. قامت تلميذان. قامت تلميذان. قامت تلميذان. قعدت. Енді бұл жерде не айтқысы келіп жатыр? Біздің фаиліміз бірлік, екілік, көптік. Мысалы, жа'a муслимуна десек те болады. Жа'a муаллимуна. Біздің етістігіміз, яғни істеушіміз бірлік, екілік, көптік, музаккар, муаннаста болады дейді. Мысалы, мына жерде не бар? Бірлік, бір бала. Мына жерде қамет тилмизани, мына жерде неш оқушы? Екі оқушы. Ал мына жерде захабат муаллимату, бұл не? Муаннас. Ал мына жерде қаатту дегенде мына ту? Бұл дамир. Ал мына жерде жа муслимуна, муаллимуна дегендегі муаллимуна, бұл көпше түрі. Яғни біздің фаиліміз бірлік, екілік, көптік бола береді. Бұл жерде мән беретін нәрсе, біздің фаиліміз бірлік, екілік, көптік болғанымен, біздің фииліміз тек қана бірлік көрінісінде ғана болады. Жақсы ма? Мысалы мына жерде қамат тилмизани, жа'a муаллиму, жа'a муаллимуна. Фаиліміз бірлік болса да, екілік болса да, көптік болса да, етістік бірлік күйінше тұра береді. Бірақ бір мән беретін нәрсе, егер де фаиліміз музаккар болса, фиилімізде не болады? Музаккар болады. Егер де фаиліміз муаннас болатын болса, фиилімізде не болады? Муаннас болады. Жақсы ма? Жамықты бірлік күйінше тұра береді. Жа'a муаллиму деген сияқты. Яғни фаил бірлік, екілік, көптік болғанымен етістік бірлік күйінше тұрады. Сосын, егер де фаил музаккар болса, етістікте музаккар болу керек, фаил муаннас болса, етістікте муаннас болу керек. Және мына жердегі иалоптары, мысалы, барлығы фаил марфуан ва аламату руф'ихи дегенде, мысалы, мына жерде ад-домма, мына жерде ад-домма, мына жерде не болады? Ал-алиф, лианнаху мусана, өйткені екілік. Мына жерде не болады? Ал-муаллимунада ал-вау. Жақсы ма? Сосын енді фаил захирда, дамирда болады деген сөз қозғалған осы жерде. Захир деген нәрсе не? Мынау. Валаду, ас-саату, муаллиму, муаллимату, мутилмизани, муаллимуна. Яғни фаил дамир емес нәрсенің барлығы не дейміз? Захир дейміз. Ал фаил дамир болған кезде, ол не дейміз енді? Фаилді дамир дейміз. Мысалы, біздің дамирлер бар. Фаиліміз дамир болатын жерлер. Мысалы, катабту. كتبت كتبت كتبتي كتبتم тума كتبتم міне осылардың барлығы не? Бұлар дамирлер. Яғни фе'л мадида катабада алиф бар, катабуда вау бар, катабнада на бар, катабта, катабтума, катабтум, катабти, катабтума, катабтумна, катабту, катабна. Міне осы катабадан кейін қосылып келген нәрсенің барлығы не болады? Сол етістіктің фаилі болады. Бұлардың аттарын дамирлер дейміз. Сосын, фе'л мудорида да бар ол нәрсе. Яктубани, алиф бар. Яктубуна, вау бар. Тактубани, алиф, тактубуна, вау, тактубина, я. Тактубани, сосын не бар? Тактубнада нун бар. Яктубна мен тактубнада нун бар. Міне сол фе'л мудориға қосылып келген дамир. Жақсы ма? Фе'л әмірде де бар. Уктубада alif var, uktubuda vav var, uktubida ya var, uktubnada nun var. Бұл алифте дамирлер, қосылып келген дамирлер. Бұлардың атын дамир муттасилдар дейміз. Жақсы ма? Фе'л мадидың, фе'л мудоридың, фе'л әмірдің артынан көрініп, қосылып келген мынау сияқты дамирлер, мынау сияқты алиф, вау, я, бұлардың аты не дейді? Дамир муттасил дейді. Дамирун муттасил дейді. Жақсы ма? Бұлар мәбнилер. Бұлар не істемейді? Олар өзгермейді. Ал бірақ мен оны мынау сияқты айтатын болсам қалай айтамын? Деген сұрақ туындайды. Қараңдар.
Masalan men katabtuni i'roblab жатқан кезде kataba ne deymiz buni? Fe'l madi mabniun ala sukun. Tu keldi mana. Deymiz, hamsiramiz tu. Bu kim birinchi? Birinchi bu damir. Ya, damirun. Qanday dedim men buni? Muttasil. Muttasil degan narsa bu ne? Qo'shilib kelgan damir. Fe'lning so'ngida ko'rinib qo'shilib kelgan damir. Damir muttasil. Nega mabni? Mabni ala nima najri yoktur? Damma. Ha bo'lsa ne bo'ladi? Fathaga. Ti bo'lsa kasraga. Tuma bo'lsa sukunga. Katabu bo'lsa sukunga degan siyaqti. Yaxshimi? Sol harfning to'besini, damirning to'besini harakatini qaraysiz. Fatha bo'lsa fatha, damma bo'lsa damma, kasra bo'lsa kasra. Yaxshimi mana? Damirun muttasilun mabniun ala najri bo'libdi najrda ad-dammi. Mabniun ala ad-dammi. Bu men damirning o'zini iyorotib bo'ldim. Endi men buning kim ekanligini aytishim kerak. Fa'il ekanligini aytishim kerak qo'y. Ne deyim ajrat qarang? Damirun muttasil mabniun ala ad-dammi fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Ya'ni raf bo'lu kerak bo'lgan fa'ilning o'rnida turib hozir. Misol mana yerda tilmizani ne bo'ldi? Marfu alamat rafihi alif bo'ldi. Muallimatu marfu bo'ldi. Bari marfu bo'ldi. Biroq bunov u mabni bo'lganlikdan uni fa'il bo'lganligi uchun uning harakatini istamaydi, o'zgarmaydi. Biroq men uni i'roblagan kezimda ne deyman? Kim ekanligini tanishtiram. Damirul muttasil mabniun ala ad-dammi fi mahalli raf'in deyimda ne deyman? Fa'il. Ne uchun fi mahalli raf'in deyman? O'tgan ol fa'ilning xizmatini atarib жатқан bo'ladi. Al fa'il ne ol? Ol raf bo'lu kerak. Fi mahalli raf'in ne bo'ladi endi? Fa'il. Yaxshimi? Onda men i'roblagan kezimda agarda fa'ilim mana o'sha yoqda zohirlar bo'lsa, zohir so'zi ya'ni damir emas bo'ladigan bo'lsa, sразу ne deb aytib ketaman? Fa'ilun marfu'un va alamatu raf'ihi aytib ketaveraman shaqaray. Agarda mening fa'ilim mana o'sha yoqda damirli bo'ladigan bo'lsa, birinchi ne istayim? Uning o'zini tanistiraman. Damirun muttasilun mabniun ala dammi fathi kasri fi mahalli raf'in, ya'ni raf'ning o'rnida turib sol yestik nesi bo'lib жатыр hozir? Fa'il xizmatini atqarib жатыр deb aytaman. Tushundingmi? Yaxshi. Katta yaxshi qarang. Fa'il muzakkar bo'lsa, yettita muzakkar, fa'il muannas bo'lsa, yettita muannas bo'lishi kerak. Ya, fa'il muzakkar muannasda bo'lsa, yettita muzakkar muannas bo'lishi kerak. Biz uni aytdik. Fa'il jikecha ekilib ko'pcha turda kelsa-da, yettisi o'zgarmaydi. Mana fa'il mana yerda yigilik turda kelib жатыр, mana yerda ko'plik turda kelib жатыр, mana yerda birlik turda kelib жатыр, biroq fe'l sol bo'yi tur. Ya'ni birlik yegilik bo'lib avzib жатқан yo'q. Tek qana birlik kuyincha tur. Eskertuv. Fa'il har qachon yettisidan keyin keladi. Ya, bu ma'nozli narsa. Fa'il har qachon yettisidan keyin keladi. Sol uchun mana bu narsa fa'il bo'lmaydi. Misol qara, Muhammadun yal'abu fi dari. Muhammad ne istib жатыр? Avlada o'ynab жатыр. O'ynab жатқан kim? Muhammad. Biroq Muhammad noni yig'tuna yerda fa'il fi'ldan oldin chiqib жатыр. Sol uchun bu yerdagi mana Muhammad ne bo'la olmaydi? Fa'il bo'lmaydi. Ya, ma'noda u fa'il. Biroq i'robda u fa'il emas. Ya'ni o'ynab жатқан Muhammad. So'z javobi. Biroq bu bizning fa'ilimiz ne bo'lishi kerak? Fe'ldan keyin kelishi kerak. Al u fe'ldan oldin chiqib ketadigan bo'lsa, onda u ne bo'lmaydi? U fa'il bo'lmaydi. Yaxshimi? U keyin o'tamiz, inshaalloh mubtada bo'ladi u кезде. Yaxshi qo'ya. Endi qara. Onda yal'abu degan bizning fe'il bo'ldi. Qanday fe'il? Mudori. Fe'il mudori. Marfu alamat raf'ihi ad-damma. Buning fa'ili qayerda? Degan кезде biz aytamiz. Bag'ana biz ko'rdik qo'y. Damirlarning biz muttasil turini ko'rdik. Muttasil degan damir bor. Bu ne? Fe'lning ortidan ko'rinib qo'shilib keladigan damirlarni muttasillar deydi. Agarda fe'lning ortidan qo'shilib kelmasdan turgan damir bo'lsa, o damirni damir mustatir deydi. Sonda buni fe'lning ostida huwa degan nesi bor? Damir mustatiri bor. Huwa damirun mustatirun.
Mına жерде не бар? Huwa degan damir mustatir бар. Ya'ni men аударған кезде Muhammed ол аулада ойнап жатыр. Мен автомат түрде не айтам? Ол аулада ойнап жатыр. Ол деген сөз қай жақта тұр? Яғни ойда, бұның астында. Мысалы, кәтаба десем, не деп аударасыңдар? Ол жазды. Дұрыс па? Мысалы, яжлису десем, не дейсіңдер? Ол отырып жатыр. Ол деген сөз қай жақтан алып жатсын? Сол фиилдің астында сонымен бірге жүреді ол мағынада. Егер де біздің дамиріміз, біздің осы жерде бір кішкене нәрсе бар, біздің фаиліміз мынау сияқты зохир болмаса, яғни сөзде мынау сияқты таба алмасаң, мыналар сияқты қосылып келген дамирлер болмаса, онда сол фиилдің астында не музаккар болса, хуасы болады, муаннас болатын болса, хиясы болады. Жақсы ма? Вот сол дамирдің аты не дейді? Дамир мустатир дейді. Иншалла мен болашақта дамирлер жайында арнайы сабақ өтіп беремін. Дамирлер жайында, өйткені дамирдің үлкен екі топ бар. Дамир бәриз деген бар, дамир мустатир деген бар. Дамир баризіміз екіге бөлінеді. Дамир муттасил, дамир мунфасил. Ал дамир мустатиріміз өзі екіге бөлінеді. Жауазан, уджубан деген сияқты. Ол жайында иншалла мен сабақ өтіп беремін. Бірақ қазір білуіміз керек болған нәрсе, егер де біздің фаиліміз мынау сияқты көрініп келмесе, мыналар сияқты қосылып келген дамирлер болмаса, онда біздің фаиліміз қайда болады? Сол фиилдің астында болады, яғни ойда болады. Жақсы ма? Біз не деп жатқан жерде? Ескерту келдік. Ескерту келдік. Ескерту фаил музаккардың немесе муаннастың бұрыс көпше түрінде болса, етістікке тескері келсе болады. Тескері келсе болады. Мысалы, Жа'ан ниса, жа'ат ар-риджалу. Жа'ан нисау, жа'ат ар-риджалу. Осы жерде керемет бір дүние қосып кеткен сендер кітапта жалпы айтқанда, мынау жамық. Біз иншалла жамық туралы негізі бұл наху білімін бастау үшін сарфты бітірген болу керек негізі адам. Сарф білімін бітірмесе, мына жерде екілік, көпше, жам музаккар салим, жам муаннас салим, жам таксир деген кезде түсінбей отырады. Сол үшін сарфты бірінші бітіріп алады, сосын барып не оқылады? Наху оқылады. Мына жерде жатыр, егер де біздің фаиліміз жам таксир болса, сынық жам болатын болса, онда біздің фииліміз музаккарға, фаиліміз муаннас болса да фиил музаккар қолданса болады, фаиліміз музаккар болса да фиилді муаннас қылып қолданса да болады деген бір мағлұмат айтты. Бірақ бұл үшін біз жам таксир мен жам сәлим дегенде түсініп алуымыз керек. Осы жерде бір кішкентай түсініп берейін сендерге. Бұны біз болашақта иншалла сабақтарымызды ашамыз, сарфты өтіп жатқан кезімізде. Бірақ десе де, қара, жамықтың бізде екі түрі болады жігіттер. Жамықтың екі түрі болады. Біріншісі сәлим, екіншісіне таксир. Көп тоқталмайды. Сәлим дегеніміз, қараңдар, оңай нәрсе. Бірлігіне ешқандай өзгеріс кірітпестен, ақырына уна, ина, атун, атинді жалғау арқылы жасалған жамықты айтады. Бірлігіне ешқандай өзгеріс кірітпестен, мысалы, муслимун. Бірлігі құмдау, бір мұсылман. Осыған ешқандай өзгеріс кірітпестен, уна, ина, атун, атин. Осыларды қосып жасалған жамықты жамық не дейді? Жам сәлим. Сәлим деген сөздің мағынасы аман, сау жамық. Яғни бірлігінде өзгеріс жоқ. Муслимуна, муслимина, муслиматун, муслиматин. Мусли деген өзгеріп жатыр ма? Жоқ. Бірлігіне ешқандай өзгеріс кіртілместен, уна, ина, атун, атинді қосу арқылы жасалған жамықты жамық не дейді? Сәлим. Бұл жамықта көбінесе ер кісілер мен әйел кісілердің аттары мен сипаттары жамық болады. Муслимуна, муъминуна, муаттабуна, муаллимуна, муслиматун, муъминатун, мушрикатун деген сияқты. Түсінікті ғой? Енді екіншісі бар, жамық таксир. Бірлігіне өзгеріс кіріту арқылы жасалған жамықта. Мысалы, китабун. Жамығы қандай болады? Кутубун. Кутубун. Қара,
kaf ta alif edi qo'y. Kaf ta alif ne bo'ldi? Yo'q. Yo'q bo'lib qoldi. Qara, ki kasra edi, mana nega aylanadi? Ku. Ta edi ne bo'ldi? Ku, tu bo'ldi. Degan siyaqda. Yaxshimi? Misoli, qalamun. Jami qanday bo'ladi? Aqlamun. Qara, qalamun edi, qanday o'zgarishga kirib ketdi? Jami taksirning eng yaxshi biladigan yo'li ne? Birligin sindiruv orqali, birligin o'zgartuv orqali jasalgan jami ne deymiz? Jami taksir deymiz. Al birligin sindirmasdan sol kuyincha artna, una, ina, atun, atin deb qo'shsang ol ne bo'ladi? Jami salim bo'ladi. Al birligin o'zgartuv orqali jasalgan jami ne deydi? Jami taksir deydi. Bu qo'shimcha narsa. Endi jami taksirning o'zining turlari bo'ladi. Bugun bizning hozir vaqtimiz yo'q. Endi mana yerda aytibadi, mana ko'rma. Nisa esa rijal. Rijal nening jamig'i? Rojulning jamig'i. Rojul bir kishi, rijal kishilar. Agarda bizning jamig'imiz jami taksir bo'ladigan bo'lsa, onda yetishtigimiz so'gan qaramag'ayshi qo'llansa bo'ladi. Misoli, ja'an nisa'u deb aytsang bo'ladi. Biroq ja'at nisa'u desang, yaxshiroq. Ja'at rijalu desang bo'ladi, biroq ja'a rijalu desang yaxshiroq. Deb o'shunday bir ne qo'shib kelib жатсам, ma'lumot qo'shib kelib жатыр. Barma qarang? Yo'q, chaqdi bo'lar. Jalqi o'sha jigitlar. Ya'ni fa'il deganimiz fe'ildan keyin kelib, sol fe'ilni o'rindagan marfu' bo'lgan kalima. Ol zohirda bo'ladi, damirda bo'ladi. Mana narsa bor. Fa'ilda so'ylimni qalay izlaymiz? Ya'ni eng birinchi odamga so'ylimdagi so'zlarning ma'nosini bilib kerak. So'ylimdagi so'zlarning ma'nosini bilmay, so'ylimning ichidagi kimning kim ekanini topish qiyin bo'ladi. Topsa bo'ladi, biroq topish qiyin bo'ladi. Sol uchun birinchi odamga so'zlik kerak. Sol uchun kez kelgan yerda birinchi so'zlik jataladi. Ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, so'ylim berildi. Sol so'ylimning ichida yetishlik ko'rdingmi? Kez kelgan yetishlik ko'rdingmi? Ol degan so'z ne? O'ning fa'ili mendetli turda bor. Ol yetishlik bir yerda yetishlik bormi? O'ning fa'ili mendetli turda bor, olsiz bo'lmaydi. Birinchi, ne ol bizning so'zdagi birinchi fa'il kimni izlaymiz? Birinchi zohirni izlaymiz. Zohir. Ya'ni bag'ana ja'a al-muallimu siyaqda. Ja'a al-muallimu ila al-madrasati. Mana o'sha yerda al-muallimu ne bo'libdir? Fa'il bo'libdir. Durustmi? Eng birinchi biz so'ylam oldimizda bor, yetishlik ko'rding, fa'il izlayim kerak. Birinchi qanday fa'il izlayim? Zohir, ya'ni ashiq turgan fa'il izlayim. Birinchi. Ikkinchi, agarda mening fa'ilim, fi'lim oldinda damirlar bilan qo'shilib kelgan bo'lsa, damir muttasil bo'lib kelgan bo'lsa, misoli kataba ad-darsa jami'an. Kataba dedim ne qildim? Ne tur najrda? Alif tur. Ne bo'lmasa shariktu shaya. Shariktu ash-shaya salahan. Hangarda ne qildim? Shay ichdim. Agarda ikkinchi mening fe'limda mana o'sha yoqda damirlar qo'shilib kelgan bo'lsa, damir muttasillarni ko'rsam, bo'ldi. Mana shu yoqda ne izlamayman men? Fa'il izlamayman. Chunki uning fa'ili kim? O'sha damirlar. Damir muttasil keldimi? Mana shu yoqda damir fa'il zohir bo'lib kelmaydi hech qachon. Tushundingmi? Bir fe'ilda damir muttasil qo'shilib turma, mana shu yoqda fa'il hech qachon zohir bo'lib kelmaydi. Al endi menda 3-variant bor. 3-variant, ol ne? Zohir bo'lib kelgan yo'q. Damir muttasil bo'lib da kelgan yo'q. Masalan, la'iba ba'da darsi. Bil kurati. Ne deydi? Ol sabahdan keyin ne qildi? Do'ppen o'ynadi. Qarang, zohir bormi? Yo'q.
Damir qo'shilib keldimi laibaga? Yo'q. Onday bo'ladi bo'lsa, agarda mening fa'ilim bunday siyoqda zohir bo'lib ko'rinib turmasa, bunday siyoqda damir muttasil bo'lib ko'rinib turmasa, onda mening fa'ilim bularning aslida ne bo'ladi? Damirun mustatirun. Ya'ni huwa hiyama. Buni inshaalloh bir kun saboqda o'tib beraman senlarga. Buning 4-inchisi bor. 4-inchini hozir o'tmaymiz. 4-inchini keyin bo'lajaqda mana kitobni bir bitirib bo'lgandan keyin tag'in nahv saboqi o'tadigan кезде сол кезде o'tiladi. Jalpa söylemde mende fa'ilda o'si ko'rinishini istayman, izlayman. Ne zohir ko'rinishini izlayman, ne nasiyahu damir muttasil ko'rinishini istayman. Bulay bo'lmasa onda mende so'nggi variant ne bo'ladi? Ol sol fe'lning aslida jasirlanib turgan bo'ladi. Fe'lning aslida jasirlanadigan yerlar bor. Damir mustatir bo'lajaqda o'tamiz inshaalloh. Может, kelasi saboq so'g'an arnaymizmi? Keyin saboq aytamiz inshaalloh. Yaxshimi? Yaxshi. Mana bu yerda jattig'ular men hozir niyat qilsalaring. Ya, jattig'ular bizda 25-jattig'u. Yesim necha o'rinda raf bo'ladi, және qay o'rinlarda marfu bo'ladi misollarni ayt deydi. 26-jattig'u kana және uning axavatlarini menga aytib ber deydi. Uni jattig'a olishimiz kerak. 20-jattig'u 27 tömendagi fa'illarning asl sifat. Söylemini ne tavamız? Fa'illerde tavamız. Misal na'mal walidu. Na'mal so'zi bo'ladi. Nama al-walidu. Fa'iligim walidu. Endi qaranglar, sendir buni bulay istaysiz. Nama fi'l madi mabniun 'ala al-fathi. Durustmi? Al-walidu fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-damma. Qara. Qumtu fa qara'tu darsi. Qumtu fi'l madi mabniun 'ala as-sukun. Tu ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل كريمس قرأت دال زندي قرأت في الماضي مبني على السكون تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل دين سياقته أنا كريمس هنا جاءت فاطمة إلى الكتاب جاءت في الماضي مبني على فتح سكون مس وجد السكون مؤنث تاسع فاطمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة degan siyaqda. Ketdik aşağıya. Odan keyingi jattig'u tömendagi yesimlerдің алдына өткен шақ етістіктерін қойып сөйлем құрайсың. Ad-diku, al-waladu'ның алдына не қоясың? Етістік қоясың. Музаккар болса музаккар етістік, муаннас болса муаннас етістік. 29-жаттығы төмендегі фаилдарды даммамен марфу болғандығын дот, алифпен марфу болғандығын алиф, ваумен марфу болғандығын вау қоясың дейді. Яғни бұны дәптерге жазған кезде даммамен марфу болғандарды бір қатарға, алифпен марфу болғандарды бір қатарға, ваумен марфу болғандарды бір қатарға теріп шығасыңдар. Соңында 30-жаттығы төмендегі фаилдардың лафзан марфу болғандарын ла, махалдан марфу болғандығын ха. Яғни фаил захир болатын болса лафзан марфу болып тұр. Fa'il damir bo'ladigan bo'lsa, mahallan marfu bo'lib turgan bo'ladi. So'g'ada ajratib chiqasin. 31-jattig'u tömendagi söylemlarni i'roblaysinglar. Misol senlarga ne bergan? Rakada al-farasu. Rakada fi'l madi mabniun 'ala al-fathi. Al-farasu fa'ilun marfu'un bid-dammati zahirati deb turadi. Buni o'zimizning ko'rinishimizcha fa'ilun marfu'un va 'alamat raf'ihi ad-damma degan siyaqda. Sol siyaqda ajaqara yata'ashsha al-khadimu badat ad-dajajatu deganlarni to'lig'ini eshitamiz. I'roblaymiz. Tushunmaysiz? Qo'rda aytgan кезде fa'ilimiz yetishlikdan keyin kelib, sol yetishlikda o'rnab yotgan ismga aytadi. Ol zohir bo'ladigan bo'lsa, marfu alamat raf'i falancha bo'ladi. Damir bo'ladigan bo'lsa, fi mahalli raf'da bo'lib fa'il bo'ladi. Yaxshi.